Белең алған жемқорлық дерегін төмендету немесе алдын алу мақсатында жұмыстардың қазір легі көп. Дегенмен ескертулерді елемей, заңды місе тұтпай, пара алып жатқан азаматтар қатары аз емес. Солақай түрлік салалық басқармаларда жиі кездесетіні де жасырын емес. Бүгін жауаптылар облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мамандарымен арнайы кездесті. Онда орын алған олқылықтарды баяндап, алдын алу шараларын күшейту керектігін баса айтты. Қылмыстық істі тергеу барысында заң бұзушылықты болдырмау, сондай-ақ алдын алу мақсатында жауаптылар жиын өткізді. Онда облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысынан бастап аудандық бөлім басшылары да қатысты. Жиын барысында аталған басқармада орын алған жемқорлық фактісі кеңінен қаралып талқыланды. Басқарманың мемлекеттік асыл тұқым және техникалық инспекция бөлімінің бас маманына қатысты іс қозғалып, қазіргі таңда сотқа жолданғаны мәлім болды. Ол тракты жүргізушісіне мерзімі өткен жүргізуші куәлігін ауыстырып беруге құлшыныс танытқан. Дегенмен бұл қызметі үшін 50 мың теңге пара талап еткен. Өз кезегінде ауыл шаруашылығы басқармасының басшысы бұл бағытта жүйелі жұмыстар атқарылатынын айтты. Ал пара алғандар қатаң түрде жазаланады деп қайырды. Ауыл шаруашылығында көрсетілетін қызметтері өте көп. Оннан аса қызмет көрсетеміз біз. Сол қызметтердің әрбіреуінде осындай ертең жайттар орын алмас үшін түгелімен қазір біздің басқарманың юридический группасы анализ жасап жатыр. Бұның қорытындысымен тағы да біз өзіміз басқарма ретінде мүмкіндік болса өзіміз шешім қабылдаймыз, болмаса тиісті министрліктерге ұсыныс беріп, соны алдын алу бойынша өзіміз сондай шараларды қабылдаймыз.